Жұмыс бабы бойынша бастық мені ауылдан 300 километрлік жолда орналасқан ауылға баруымды тапсырды. Бүгін кешкісін барлық заттарымды жинадым да жолдың бойында такси тоқтатып тұрдым. Ең қызығы, бүгін жексенбі күні болғандықтан 1 сағаттай такси күттім. Бірақ ешбірі өтпеді. Енді бастыққа хабарласып, мән-жайды айтқалы жатқанымда «Қай жаққа жол тарттыңыз?» деп кішкентай көліктің тоқтағанын көрдім. Көзілдіріктің кесірінен таксистің түрі онша көрінбейді. «Саламатсыз ба? 300 километрлік жерде орналасқан ауылға жеткізе аласыз ба?» Әрине, жүр, отыр. Дегеннен соң мен көлікке отырдым. Тып-тыныш кетіп бара жатырмыз. Бұл кісі менің қай жерде тұратынымды барлығын сұрай бастады. Мен ол кісіге қатты мән бермей, құлағыма құлаққап тағып, музыканы тыңдап отырдым. Бір уақытта көлік тоқтады. Таксист маған қарап: «Дәретханаға барасың ба?» Жоқ», деп айтып жатқанымда, жолдан бір бала көтеріп алған әйел шыңғырып жүгіріп келе жатқанда жүрегімді қатты шошытып жіберді. «Ағай, мен алып кетіңізші, өтініш, маған ауылға жету керек», деп әйелдің жылап тұрғанын көрген таксист маған қарап: «Ей жігіт, қалай ойлайсың?» «Жақсы, өзіңіз біліңіз», деп мен көзімді жұмып ұйқыға кеттім. «Не болды, не үшін тоқтадыңыз?» «Дәретханаға барасың ба?» «Жоқ» деп айттым емес пе, деп айтып жатқанымда бір әйел жүгіріп келе жатқанын көрдім. «Ағай, мен алып кетіңізші, өтініш, маған ауылға жету керек». Мынау жаңа ғана отырған әйел емес пе? «Ағай, бұл не?» дегенімде, «Жарайды», деп таксист айтты. Бұл қызды менің жаныма отырғызды. Бұл не болғаны? Бағанағы менің түсім болды ма? Жоқ, бұл жерде бірдеңе дұрыс емес. «Ағай, менің дәретханаға барғым келіп тұр». Бұл уақытта күліп отырған таксист бірден қабағын түйіп, бірден тоқтап: «Тез кел», деп жуан дауыспен айтты. Жұмысымды жасап болған соң, есікті ашып орныма отырдым. Әйелдің бетіне қарасам, жай ғана қарапайым әйел. Ештеңе білінбейді. Қолына алып алған баласының түрін орап алған. «Ей, тоқташы, бұл бала қалай демалады? Кішкене ашып қойсаңызшы», дегенімде: «Жоқ, тиіспеңіз менің балама». Таксист сол кезде: «Ей жігіт, қойсаңшы». «Неге күлесіз, жай ғана айтқаным ғой», деп біздің сөйлесуіміз бірден тоқтап қалды. Біраз уақыт өткен соң әйел адам: «Көлікті тоқтатыңызшы, менің құсқым келіп тұр». «Әрине», деп таксист өзі де көліктен шығып кетті. Мен артқы жақта отырмын. Жанымда беті жабулы бала. «Бұл қалай демалады?» деп баланың ақ көрпесін ашып қойғанымда: «Жоқ, бұл не? Өлген бала?» Мұны көре салысымен бірдеңенің боларын сезіп, көліктен бірден түстім. Артыма қарамай тек алдыға қарай жүгіріп, түннің ортасында бір ағаштың түбіне барып ұйықтап қалдым. Таң атысымен мен есімді жиып, кешегі жолға бардым. Ол жолда таксисттің тек көлігі тұрды. Басқа ешкім болған жоқ. Сөйтіп мен бірден көлікті оталдырып, ауылға қарай қайттым. Барлығын полицияға айтып бердім. Көліктің нөмірі мен адамды ешқайсысы таппады. Айтуынша, бұл көліктің иесі баяғыда өліп, өзімен бірге бұл көлікті өртеп жіберген.